Арнаға қош келдіңіздер. Hello everyone. Top Stars for Kazakhstan Grade 4. Осы кітап бойынша 38-ші, 39-ші, 40-ші, 41-ші беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Lesson 6. Physical Education. Дене шынықтыру. Exercise 1. Listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, көрсетіп айтамыз. Ground – жер. Net – тор, сетка. Player – ойыншы. Goalkeeper – қақпашы. Score a goal – гол соғу. Hands – қолдар. Exercise 2. What do you know about these two team sports? Listen, read and find out. Екінші тапсырмада астында берілген мәтін. Екі командалық. Қандай спорт түрлерін білесіз? Тыңдалымды тыңдап, оқып, табамыз. Volleyball. Each team has got 6 players. The players hit the ball over a net with their hands, arms, head or feet. The ball mustn't touch the ground. Волейбол ойыны 6 ойыншыдан тұрады. Ойыншылар допты тордан өткізу керек. Қолмен, шынтақпен, баспен және аяқпен тепеді. The ball mustn't touch the ground. Ең бастысы, доп жерге тимеу керек. Football. Each team has got 10 players and a goalkeeper. The players in each team kick the ball and try to score a goal. Players mustn't touch the ball with their hands or arms. Бұл ойында 10 ойыншыдан тұрады және қақпашы. Бұл ойында допты теуіп, ойыншылар гол соғу керек. Ойыншылар допты қолмен ұстауға болмайды, немесе шынтақпен. Келесі exercise 3. Read the text again and tick the correct sport. Үшінші тапсырмада мәтінді қайтадан оқып, дұрыс жауабын галочкамен белгілеп жазамыз. 1. Each team has got 6 players. Әр командада 6 ойыншыдан тұрады. Ол волейбол. 2. The players hit the ball with their hands. Ойыншылар допты қолмен ұстайды. Волейбол. 3. Each team has got a goalkeeper. Әр командада қақпашы бар. Football. 4. Players mustn't touch the ball with their hands or arms. Football. Бұл ойында ойыншылар қолын шынтағын тигізбеу керек допқа. 5. The ball mustn't touch the ground. Доп жерге тимеу керек. Volleyball. Exercise 4. Ask and answer with a partner. Төртінші тапсырмада сұрақ қойып, жауап береміз. 1. Do you like volleyball or football? Саған волейбол немесе футбол ұнайды ма? 2. Do you play these two sports? Осы екі спорт түрімен ойнайсың ба? Yes, I like two of them. Маған екеуі де ұнайды. 3. What other sports do you like? I like wrestling. Одан басқа қандай спорт түрі ұнайды? Маған күрес ұнайды. 4. What sport do you play? I play football and taekwondo. Қандай спорт түрімен шұғылданасың? Мен футбол және таеквондо ойнаймын. Lesson 7. Exercise 1. Look and write. 38-ші беттің бірінші тапсырмасы. Бірінші тапсырмада қосылған сөздерді пайдаланып, суреттерге қарап сәйкесін қойып шығамыз. 1. They are fishing. Олар балық аулап жатыр. 2. They are playing tag. 3. She is sleeping. 4. He is playing ice hockey. Exercise 2. What is the girl talking about? Listen and circle A or B. Екінші тапсырмада қыз не туралы айтып жатыр? Тыңдалымды тыңдап, A немесе B'ді белгілейміз. Жауабы A болады. Sports. She is talking about sports. Exercise 3. Read and complete with or, and, or but. Сөйлемдерді or, and немесе but деген сөздермен толықтырып жазамыз. 1. My kite is blue and white. Менің батпырауығым көк және ақ. 2. Do you like playing volleyball or basketball? Сен волейбол немесе баскетбол ойнаған жақсы көресің бе? I like playing volleyball. Маған волейбол ұнайды. 3. I can play the домбыра, but I can't play the piano. Мен домбыра тарта аламын, бірақ пианино ойнай алмаймын.
Exercise 4. Use the capital letters to begin a sentence. Add commas where needed, a full stop, a question mark or an exclamation mark. Төртінші тапсырмада сөйлем басында үлкен әріп қолданамыз. Яғни тыныс белгілерді қойып шығамыз. Өтір, сұраулы белгі, нүкте, леп белгісі. 1. They are playing tag. Үлкен әріппен жазылады. 2. He is fishing. Жай сөйлем нүкте қойылады, үлкен әріппен жазылады. 3. I like playing basketball, volleyball and football. Сөйлем үлкен әріппен жазылады, баскетболдан кейін үтір қойылады. 4. Let's go ice skating. Леп белгісі қойылады, үлкен әріппен жазылады сөйлем. 5. Is he flying a kite? Сұраулы сөйлем үлкен әріппен жазылады, сұраулы белгі қойылады. Exercise 5. Imagine it's 6 o'clock on Sunday afternoon. Say what you and your family are doing. Бесінші тапсырмада. Бүгін сенбі күні сағат 6 кешкі. Елестетіп көр. Сенің отбасың және сен не істеп жатырсыңдар? Досыңмен сөйлес. My father is watching TV. My mother is reading a book. I'm listening to music. I'm playing volleyball. My mother is washing up. My sister is doing homework. I am playing football. My father is coming home. The next one. Келесі 40-шы бет. Lesson 8. Culture page 2. Arts and music. Өнер және ән. Exercise 1. Listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдап, көрсетіп айтамыз. Violin. Violonчель. Trumpet. Керней. Flute. Флейта. Exercise 2. Look at the pictures and answer. Do you know these places? Can you name these musical instruments? Then listen and read. Екінші тапсырмада суреттерге қараймыз, жауап береміз. Мына жерді сіз білесіз бе? Мына инструменттердің атын атаңыз. Тыңдауды тыңдап оқимыз. Museum of Kazakh Musical Instruments. Қазақ музыкалық аспаптар мұражайы. The Museum of Kazakh Musical Instruments is in Almaty. There are many musical instruments in this museum. Some musical instruments from Kazakhstan look like musical instruments from other countries. The qobuz looks like a violin and the dombra like a guitar. The uran looks like a trumpet, the sibizg'i like a flute, and the dangra like a drum. That's amazing, right? The museum is in Panfilov Park. And it's open from Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Come and visit. Қазақ музыкалық аспаптар мұражайы Алматы қаласында орналасқан. Бұл мұражайда көптеген музыкалық аспаптар бар. Қазақстанның кейбір музыкалық аспаптары басқа елдердің музыкалық аспаптарына ұқсайды. Қобыз скрипкаға ұқсайды, домбыра гитараға ұқсайды, уран кернеге ұқсайды, сыбызғы флейтаға ұқсайды, домбыра дабылға ұқсайды. Бұл таңғажайып, солай емес пе? Мұражай Панфилов саябағында орналасқан және сейсенбіден жексенбіге дейін сағат таңғы 10-нан бастап кешкі 7-ге дейін ашық. Келіңіздер және тамашалаңыздар. This place is the Museum of Kazakh Musical Instruments. There are dombra, уран, сыбызғы, қобыз and dangra. Exercise 3. Read activity 2 again and match. Үшінші тапсырмада мәтінді қайтадан оқып, дұрысын сәйкестендіреміз. 1. Қобыз, violin. 2. Сыбызғы, C. Flute. 3. Dombra, E. Guitar. 4. Уран, A. Trumpet. 5. Dangra, B. Drum. Exercise 4. Read activity 2 again and write true or false. Төртінші тапсырмада астына берілген сөйлемдерді оқып, дұрыс емес екенін белгілеп жазамыз. 1. The Museum of Kazakh Musical Instruments is in Astana. Музыкалық аспаптар мұражайы Астанада емес, Алматыда. Қате. False. 2. The qobuz looks like a guitar. False. Дұрыс емес. 3. The uran looks like a trumpet. True. 4. The dangra looks like a flute. False. Дұрыс емес. 5. The museum is in Panfilov Park. Yes, it is true. 6. The museum is open on Mondays. Дүйсенбі күндері ғана мұражай ашылады. False. Дұрыс емес.
The next one. Келесі бізде 41-ші бет. Lesson 9. Rights and responsibilities. Құқықтар мен міндеттер. Exercise 1. Listen, point and say. Тыңдауымды тыңдап, көрсетіп айтамыз. Think, ойлану. Healthy, денсаулыққа пайдалы. Kind, мейірімді. Thank you, рахмет. Parents, ата-ана. Exercise 2. What are rights and responsibilities? Listen and read, then write. RI for rights and RE for responsibilities. Екінші тапсырмада құқық дегеніміз не, міндет дегеніміз не? Тыңдауымды тыңдап оқимыз. Суреттерге қарап, қайсысы міндетке жатады, қайсысы құқыққа жатады. Міндетке жатса RE деп белгілейміз. Құқыққа жататын болса RI деп белгілейміз. 1. Be healthy. Дені сау болу. Rights. To help other people. Адамдарға көмектесу. Бұл міндет. 3. Say what you think. Өз ойынды айту, құқық. 4. Go to school. Мектепке бару. Міндет. 5. Listen to your parents. Ата-ананы тыңдау, міндет. 6. Be kind. Ізетті болу, міндет. Exercise 3. Make a classroom rights and responsibilities chart. Үшінші тапсырмада кластың құқығын жазамыз және жауапкершілік сызбасын құрастырамыз. Rights. Learn new things. Жаңа нәрселерді үйрену. Be kind. Мейірімді болу. Share my things with my classmates. Өз заттарымды сыныптастарыммен бөлісу. Responsibilities. Міндеттер. Go to school. Мектепке бару. Listen to my teachers. Мұғалімдерімді тыңдау. Keep the classroom clean. Сыныпты таза ұстау. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай. Сау болыңыздар.